Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар, қалайсыздар? Дәл осы видеоға қош келдіңіздер. Уақыт бөліп, 3-4 минутыңызды бөліп, жаңа ерекше форматтағы екі есепті үйреніп алыңыздар. Сіздермен бірге мен Атынтай Жомарт немесе Аток ағай. YouTube'қа күнделікті салып жүрген осындай қысқа метражды видео роликтарды, қысқа есептерді күнделікті қарап жіберіп алмай, подписаться етіп, уведомление қосып қойыңыздар. Олай болса, біз кеттік. Бірінші есеп бізге не дейді? Күшік жазық айнаға қарай 1 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 метр қашықтықта болса, 3 секундтан кейін күшік пен оның айнадағы кескіннің арасы қанша болады дейді бізге? Кеттік, қарайық енді. Ал ортада бір жазық айна бар деп елестетейік. Мына жерде бір жазық айна бар. Мына жерде жазық айна бар. Осы жазық айнаға қарай мына бір жерлерден, мына бір нүктеден, мына нүкте бір күшік деп алайық. Осы күшік жүгіріп келе жатыр айнаға қарай. Айнаның ішінде де күшік жүгіріп келе жатады бері қарай, дұрыс па? Турасында бір күшік. Оның кескіні былайша айтқанда. Бұлай деп қойық. Мына жерде бізде күшік бар дейік, бұлай жүгіріп келе жатқан. А мына жерде тура сол күшік обратная, тура сол күшіктің кескіні мына жерде, кескін деп қойық. Отражениесі, былайша айтқанда, айнаның ішіндегі отражениесі. Жалпы бұл күшік жүгіріп келе жатыр, дұрыс па? Жүгіріп келе жатыр, яғни оның жылдамдығы бар бізде, және оның жылдамдығы бізде 1 метр секундқа тең екен. Ол 1 метр секунд жылдамдықпен 3 секунд тоқтамай жүреді дейді. 3 секунд бойы жүгіреді. Егер де күшік айнадан 5 метр қашықтықта болса дейді, яғни мына күшіктен бастап, айнаға дейінгі ара қашықтық 5 метр болатын болса, значит, мына жақта 5 метр деген сөз. 3 секундтан кейін күшік пен оның айнадағы кескінің арасы қанша болады дейді бізге. Кеттік. Яғни мынау күшік, мысалы 1 метр секунд жылдамдықпен 3 секунд бойы жүгіретін болса, ол қанша жол жүріп тастайды. Негізгі жылдамдықтың формасы бізде S бөлінген T. Егер осы жерін S-ті тап десе, біз V менен T-ны көбейтіп жіберсек болады. Яғни V көбейтілген T деуге болады. Сонда бізде тең болады. V жылдамдық бізде 1 метр бөлінген секунд. Көбейтеміз осыған 3 секундты. Тең болады сол кезде бізде 3-ке 1-ді көбейтсек 3, өлшем бірлігі бізде метр болады. Өйткені мына жерде тұрған біздегі секунд пенен секунд бізде қысқарып кетеді, тағы метрдің өзі қалып кетеді. Яғни ит 1 метр секунд жылдамдықпен 3 метрге дейін жүгірді. Где-то міне мына жерден бастап жүгіріп келеді, мына жерге где-то жүгірді. Сәйкесінше мына ит те солай жүгіріп келе жатыр. Бір ит просто айнадағы кескін, ол қалай қимылдаса, ол да солай қимылдайды. Мінекей, 3 метр жүгіріп тастады, и мынау да 3 метр жүгіріп тастады. Сонда енді сұрақ қойып отыр енді бізге. Осы екеуі бір-біріне қандай қашықтыққа жақындады деген сұрақ қойып отыр. Яғни, мына жерден бастап, мына жерге дейін қашықтық қанша. Общий беседі, үшін жүгіріп тастады, яғни мына жақта 2 метр қалды. Тоже мына жақта да 2 метр, сонда екеуінің ара қашықтығы 4 метрді құрайды екен. Осындай бір ерекше форматтағы есеп. Бұлай бір қараған кезде физиканың есебі емес болып көрінуі мүмкін, бірақта бұл физиканың есебі и ұбт-да келген бір оқушыларды ойландырып қойған есеп. Өйткені суретін салмасаң, есеп ойландырады. Келесі есеп бізде. Мектеп пен үйдің арасы 250 метр. Бала мектепке барып, үйге қайта келгенде барлығы қанша жол жүрді және оның орын ауыстыруы қанша дейді бізге. Кеттік. Жалпы бұл жердегі орын ауыстыру деген нәрсенің өзін біраз әңгіме. Дұрыс па? Орын ауыстыру неше түрлісі бар. Мынау соның бір түрі. 10 шақты түрі болса, соның бір ғана түрі осындай форматта келеді. Кеттік. Мына жерде бізде не бар? Мына жерде бізде мектеп бар дейді. А мына жақта бізде не бар? Мына жақта бізде үй бар. Сол баланың үйі бар. Дәл осы мектеппенен үйдің арасы бізде 250 метр. Бала мектепке барады дейді. Мына жерден мысалға,
Мына жерде бала үйінде тұрса, бала мектепке барады, былай қарай 250 и обратно қайтады дейді. Үйге қайта келеді дейді. То есть 250 ол бір рет барды, и 250 қайтты. Сонда ол общий қанша жол жүрді? 250 барды, 250 қайтты, яғни 500 метр жол жүрді деген сөз. Ал орын ауыстыру қанша еді? Жалпы жол мен орын ауыстырудың бір үлкен айырмашылығы бар. Соны жақсылап біліп алыңыздар. Жол нөлге тең бола алмайды. Ал орын ауыстыру деген нәрсе нөлге тең болуы мүмкін. И ол именно осы жағдайда ситуация осындай. Нөлге тең бола алады. Нөлге тең болып тұр даже. Не үшін? Өйткені бала тура сол 250 метрді барды, тура сол жол, и тура сол жолмен обратно қайтты. Ешқайда бұрған жоқ, ешқайда соққан жоқ. Бір жол барды, қайтты. Орын ауыстыру бұл жерде бізде S орын ауыстыру бізде тең деген сөз нөлге. Үстіне түзу сызық бар, бұл аксессуар, векторлық шама деген ұғымды білдіреді. Түзу деген сөз, бағыты бар. Ендігі мәселе. Бұл жерде мысалы орын ауыстыру қай кезде болады? Например, ол бала үйіне соқпай, мысалы дос тұрады, үйіне соқпаттаған досына қарай өтіп кетті. Мына жер жүріп кетті. Барды былай қарай, бірақ қайтатын кезде мына жаққа қарай өтіп кетті да. Міне, уже мына жер лишний, орын ауыстырды. Өйткені барды, уже қайтар жолда басқа жаққа барды, и ол сол қалған жол, өзгерген жол орын ауыстырды білдіреді. Ол жалпы осылай. Сонда жауап бізде 500 и 0 метр. Мінекей, орын ауыстыру деген әр кезде әртүрлі. Кейде өте қиын болып келеді, кейде өте осындай қарапайым болып келеді. Ол үшін кинематика, жалпы именно орын ауыстыру деген тақырыпты бір бөлек, тереңірек үйреніп алу керекпіз. Жалпы тақырып осындай. Бүгінгі екі есебіміз қызық болды деген ойдамын. Қызық болса комментарийге жазып кетіңіздер. И дальше маған мотивация, конечно, сіздерге ол әрине өте оңай. Келесі кездескенше, көріскенше жақсылықта жүздесейік.